Ассалаумағалейкум ағайындар, автоэксперимент каналына қош келдіңіздер. Подписать етіліп, комментарий жазып, өз ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Алдарыңызда Chevrolet Cobalt деген машина. Бұл машинаның қазіргі таңда пробегі 367 мың болып тұр. Осы 367 мың пробегте мен қандай плюстер мен минустарын байқадым. Осы туралы бүгін айтып беремін сіздерге. Бұл көліктің ең басты король тузы деп айтсақ, бұл 1.5 16 клапанды моторы, шынжырлы моторы, яғни қазір моторын сіздерге ашып көрсетем. 367 мың пробегте бұл мотордың состояниесі қандай болып тұр. Міне бұл көліктің моторы, 367 мың пробег қазіргі таңда жүрген, газ қойылған, май жемейді, сразу айтайын. Шынжырлы мотор, шынжыры ауыспаған. Елдер 150 мың пробегте ауыстыру керек, анау мынау деп айтып атады. Оған бұл көліктің ең артықшылығы осы 1.5 16 клапанды моторы деп есептеймін. И коробкасы 367 мыңда не коробкасын ашқан жоқпын, не моторын да ашқан жоқпын. Елдер айтып атады, себін ауыстыру керек, 150, там 200 мың пробегте, сосын охлаждающий қою керек, коробка қызып кете береді деп айтып атады. Онда ештеңе жасаған жоқпын мен. Сосын көбісі свечаны 40-50 мыңда ауыстырып, 20 мыңда ауыстыратындар бар. Свеча ауыстырмай қойыңыздар, айналайын. 100 мың пробег, 100 мың сайын ауыстырып тұрыңыздар. Мен сіздерге айтайын сразу. Мен өзім 120 мың пробегте ма, бірақ ауыстырғам свечаны. Сіздер 100 мыңда ауыстыра берсеңіздер болады. Сосын нарада бір сальник болады, примерно осының астында деймін. Нарадан былай май кете ма, сондай. Бір рет менікі май кетіп жүрді. Май кеткен кезде әшейін кішкене майдың жағылып тұратын сияқты, бір азаймайды. Сондай болады да, кішкене моторға неприятный болады да, былай май тұрады да, нақты постоянно. Сонан ашсам, астында бір сальник болады екен, соны ауыстырып жібердім. Екінші артықшылығына мен қоятыным бұның коробкасы. 6 сатылы коробкасы. Коробкасынан да ештеңе жасаған жоқ. Міне состояниесі қандай болып желініп кеткен уже. Міне коробкасы. Передо, анау мынау, онда ештеңесін әлі ауыстырған жоқпын. Үшінші артықшылығына мен қояр едім. Бұл машинаның ең бастысы, міне 367.798, 368 мың болып тұр екен, почти. Мыналарды орнатуға болатыны. Мыналарды орнатсаңыз, прошивка жасасаңыз, круиз контроліңізде, мультируліңізде істейді. Осыларды орнатып алыңыз, ең керекті зат. Мультимедианы ауыстырып отырасыз, трассада кетіп бартқанда круиз контрольді қосып қоясыз да, кішкене аяғыңыз демалдырып отырасыз. Сосын мынау да адамға керек зат. Android магнитофон. Осыны қойып алсаңыз болды. Үшіншіден, бұл машинаның маған ұнағаны биіктігі. Өте асты биік. Анша-мұнша қыр сай дегендерден асты көп тие бермейді. Почти 25 сантиметр бар оң арада. Кроссоверлер жүрген жерлермен жүретімін ғой. Қайыңдыға барған кезде қайыңдыға өзі шықты. Бірақ бір сайдан өтіп баратқан кезде сәл асты тиді. Ол ештеңе қылмайды енді. Қатты астын жылып алатында ештеңе болған жоқ. Тағы бір артықшылығына мен ішінің кеңдігін айтар едім. Бұлай қарап отырсаң, бір қар ештеңесі жоқ. Әп-әжептеуір отырам мен. Іші кеңдеу басқа машиналарға қарағанда. Мен қазір өзім отырдым. Өзім отырған, артына отырам. Примерно 170 ба? Бойым примерно 170. Қанша жетпейді, әжептеуір жетпей тұр. Алдағы адамға мешайт етпейсін. Сосын
Міне 3 адам емін-еркін отыруға болады. Енді менікі полный комплектация емес, сол себепті менде артында артында электропакет жоқ, ручной. Сосын тағы бір сәтті шыққан жері, қатты ұнаған жері маған багажы. Багажы өте кең. Сол багажының кеңдігі маған бәледе болып тұрған жоқ. Әп-әжептәуір жап-жақсы жүріп тұр. Сосын мынандай подлокотник болмайды неде. Автосалондан алған кезде бұнда бір 5-6 теңге тұрады, алып салып аласыздар. Іші кең. Ішінің кеңдігі маған ұнайды. Басқа машиналарды білмеймін енді. Nexia осының конкуренттері, Nexia соларға қараған кезде іші әжептәуір кең. Бұл Кобальттың тағы бір артықшылығы мынау. Регулировка зеркалы бар. Сосын мынау көтен жылытқыштары бар. 20-шы жылғыларда бар. Көтен жылытқыштар 20-шы жылғылардан алып тастаған. Осыдан үнемдемей қойса болады ғой. Chevrolet Center. И подогрев зеркала. Айна жылытқыш, екі айна артқы айнасын жылытады сосын. Боковой екі айнаны и артқы терезені жылытады ғой. Кондер бар. Кондер істейді. Сосын мынаны қоясыздар. Ең керекті адамға осы мультирульді қойып алсаңыздар, істейтін болады бұлда. Надан YouTube-ыңызды көріп отырасыздар. Сосын өзіме керекті передний екі стеклоподъемнигім бар. Қойып қоясыздар да. Ассалаумағалейкум деп тыңдап отыра бересіздер. Тағы қандай артықшылығы бар? Сос қызметі яғни жұмыс істеп тұр екен, тексердік бұны. Болды, іші кең, мотор коробкасы жақсы. 367 мың пробег ойланбай жүрді, яғни мотор май жемейді. Сразу айтып қоя салайын. Коробкасы теппейді, қызбайды. Шүкір, жақсы жүріп тұр. 176-ға дейін апаруға болады. 176-тан арғай керегі де жоқ қой бұл машинаға. Зачем бұл машинаға 176-тан арғай? Тан арғарай бұл машинаға керек жоқ. Онда негізі шешіп тастап 200-ге дейін апаруға болады дейді. Бұл 200-бен айдайтын гонка емес қой бұл. Сосын тағы қандай плюстері бар бұл. Ең басты плюс сол мотор коробкасы бар, мультируль салып аласыз, мынандай телевизорыңыз салып аласыз. Сиденьяңыз көтен жылытқыш, кондері бар. Қыста жаурамайсыз, печкасы ұрады.